Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алтынай. Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын сырныкидің рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ыдысқа ірімшікті салып алғаннан кейін, оның үстіне 250 грамм шекерді және 2 жұмыртқаның сарысын саламыз. Оның үстіне шым тұзды және 150 грамм ұнды салып, бір масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ұнды өте көп салып жібермеңіздер, себебі ортасы піскен кезде шикі болып қалуы мүмкін. Таңғы және кешкі шайға өте дәмді болып шығатын десерттің бірі. Жасап көрсеңіздер болады, өте оңай және әрі дәмді. Мен ылғи да осы рецептімен жасаймын. Сіздер де осы рецептімен жасасаңыздар, сіздерге де міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Тура менікіндей. Видеода көрсетілгендей етіп, осылай 4 бөлікке бөліп аласыздар және бір бөлігін осылай алып, қолдарыңыздың көмегімен домалақтап аламыз. Содан соң оны бірнеше бөліктерге бөліп, форма жасауға кірісеміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолмен де жасасаңыздар болады форманы. Маған осылай стаканмен жасаған өте ыңғайлы. Стаканның ішіне осылай тестаны салып, сағаттың тілімен айналдырып отырасыздар. Сол кезде сырныкидің формасы тез шығатын болады. Барлығын осылай стаканның көмегімен тез осылай форма жасап аламыз. Осылай табанның үстіне өте аз мөлшерде май құйып алып, оның үстіне осылай сырныкиларымызды орналастырып шығамыз. Және бұл өте нәзік болады. Абайлап екі жағын бірдей қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Және бұл өте баяу отта піседі. Астын қатты қойып қоймаңыздар, тез пісіп кетуі мүмкін. Өте баяу отта екі жағын осылай асықпай аударып отырып пісіріп аламыз. Дәл осы рецепт сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Сондықтан лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Піскен сырныкиларды салфетканың үстіне орналастырамын. Артық майын өзіне тартып алу үшін. Сырныкиларымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.